Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пельменді сорпа түрінде тез әрі дәмді жасау әдісімен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің осы Әсем Пазылова каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алғашқы видеоны сіз бірінші көретін боласыз. Және де ең бірінші барлық керекті заттарды, көкөністерді жуып тазалап аламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аласыздар. Және де қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек астына описаниеге қалдыратын боламын. Ең бірінші осылай майымызды құйып алып, пиязымызды бір 2 минуттай қуырып алатын боламыз. Пиязды және де пияздан кейін осылай перец пен сәбізімізді бір түйір кішкентай чеснок қосып жіберсеңіздер дәмі әдемі болады. Үшеуін тағы бір 2-3 минуттай жай отта қуырып аласыздар. Және де томат пастасын қоспасаңыздар да болады, қоссаңыздар да болады, әркімнің қалауына қарай. Одан кейін картошканы да осылай салып, бір 2-3 минуттай жай отта қуырып алатын боласыздар. Қайнап тұрған суымызды құйып, алдын ала осылай мен су қойып қойғанмын. Сол қайнап тұрған суымды осылай құйып, бір қайнатып алып, 15 минуттай, 20 минуттай картошка піскенше дейін қайнатамыз. Және де енді картошка піскеннен кейін пельменімізді саламыз. Қолдың пельмені бір 5-10 минутта піседі. Магазиндікі 15-20 минутта піседі. Енді ол қамырының қалыңдығына байланысты. Шетінен өзіңіз көріп отырасыз. Пельмен өзі қамыры піскенде өзі көрінеді. Жеп көрсеңіздер. Мен осы пельмен түрін 15-20 минуттай қайнаттым. Бір қайнағаннан кейін тұзының дәмін көріп, тұз саласыздар. Содан кейін 15-20 минуттай қайнаттым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай дәмі өте керемет, сорпасы әдемі болды. Сәбіз, чеснок, перец қосқаннан кейін осылай дәмі әдемі болып шықты. Жасап жеуге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.